Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер мен Дина Мукатай. Бүгінгі тақырыпта артроз жайында кеңінен ақпарат беретін боламын. Яғни артроз бен артриттің айырмашылығын, клиникасын, диагностикасын және операцияға жеткізбейтіндей нақты емін сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. Жалпы артроздың мынадай түрлері кездеседі. Омыртқа буындары мен шеміршектері зардап шегетін спондилоартроз, жамбас буындарының артрозы коксартроз, иық артрозы, тізе артрозы гонартроз және білезік табан буындарының артрозы кездеседі. Көбінде адамдар артроз бен артритті бір ауру деп ойлайды, бірақ олай емес. Екеуі екі түрлі. Қалыптыда буын капсуласынан, синовиалды мембрана, синовиалды сұйықтықтан және шеміршектен тұрады. Буындағы шеміршектің басты қызметі екі сүйектің бір-біріне үйкелуіне жол бермеу. Артроз кезінде екі сүйекті ұстап тұратын шеміршек қандай да бір себептердің нәтижесінде желініп жойылады. Ал бұл жағдай сүйектердің бір-біріне үйкеліп, эрозияға ұшырап, артроздың дамуына әкеледі. Ал артрит кезінде синовиалды мембрана зақымданып, буындарда қабыну процесі жүреді. Артрит көбінде жастарда, яғни 40 жасқа дейінгі адамдарда жиі кездеседі. Ал артроз егде жастағы адамдарда кездеседі. Артрит көбінде аяқтағы, қолдағы ұсақ буындарды қамтиды, ал артроз ірі буындарды, яғни жамбас, тізе, иық буындары. Артриттің дамуына әкелетін негізгі себептерге иммундық жүйенің бұзылуы, инфекциялар және жарақаттар жатады. Ал артроз буынның табиғи қартаю процесінің нәтижесінде пайда болады. Және де жарақат салдарынан да дамуы мүмкін. Ал клиникалық белгілерінде артрит кезінде ауырсыну тыныштық кезде де күшейе түседі және буында қызару, ісіну сияқты көріністер байқалады. Яғни бұндай клиникалық белгілер буында қабыну процестерінің жүріп жатқандығын білдіреді. Және де артрит кезінде организмде болатын өзгерістер буындарға ғана әсер етпейді. Сонымен қатар өмірлік маңызды органдардың, яғни жүрек, бауыр, бүйрек сияқты органдардың жұмысына да теріс әсер етеді. Ал артроз кезінде ауырсыну қозғалыс кезінде күшейеді, ал тыныштықта болу керісінше жеңілдік әкеледі. Себебі сүйектердің арасында үйкеліс болмайды. Нәтижесінде ауырсыну да болмайды. Артроз кезінде ауырсыну көбінде механикалық және старттық ауырсынумен жүреді, яғни стартовая боли дейді. Яғни механикалық ауырсыну дегеніміз күні бойы физикалық күштеме түскеннен кейін кешке жақын ауырсынудың күшеюі. Ал старттық ауырсыну сезімі, яғни стартовая боли дегеніміз ұйқыдан тұра салып қозғалып жүремін деген кезде буын қозғалысқа келмейді. Мұндай көріністер артроздың өзіне тән клиникалық белгілері болып табылады. Артроз көбінде әйел адамдарда жиі кездеседі. Оның негізгі басты себебі жүктілік пен менопауза кезінде ағзада гормональды өзгерістер болады. Мысалы, эстроген гормонының жеткіліксіздігі буын шеміршегінің зақымдануына әкеледі. Диагностикасына келетін болсақ, жалпы қан анализін, С-реактивті белок, ревмофакторларға анализ тапсырылады. Кейін рентгенге жібереді. Қажет болған жағдайда пациентті КТ, МРТ өтуге де жібереді. Емдеу курсы неғұрлым ерте басталса, соғұрлым жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Және аурудың асқынуына да жол берілмейді. Аурудың бірінші, екінші сатысы емханада емделеді, ал үшінші, төртінші сатысын ревматолог дәрігер емдейді. Артроздың емінде диета сақтаудың, емдік жаттығулардың және физиотерапиялық емнің маңызы өте зор. Артрозға арналған диета салмақты азайтуға және буынның жалпы жағдайын жақсартуға бағытталған. Сондықтан тәттіден, ұннан жасалған тағамдардан, алкогольді сусындардан және газдалған сусындардан бас тартқан жөн. Керісінше ас мәзіріне омега-6, омега-3 қанықпаған май қышқылдары бар өнімдерді енгізу қажет. Яғни рационда теңіз өнімдері, көкөністер мен жемістер, буға пісірілген тағамдар, түрлі жаңғақтар, майсыз ет, яғни құс еті мен балық етінің болуы өте маңызды. Артроздың емінде сіңірлерден жасалған холодец өте пайдалы. Ол барлық қажетті микроэлементтерді қамтиды және құрамында табиғи коллаген бар. Көбінде адамдар кальций мен D3-ді өз бетінше қабылдай береді.
бірақ оны пайдаланбас бұрын парад гормоны мөлшерін біліп алуымыз қажет. Яғни кальций мен D3-ді организмге сіңуін реттейтін парад гормон деген гормон бар. Егерде ол гормоны мөлшері төмен болатын болса, қабылдаған кальций мен D3-дің ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан қалқанша безді тексертіп, парад гормонға тапсырып, эндокринологтың кеңесін алған жөн. Буын ауруларының дамуының бастапқы кезеңінде физиотерапиялық ем өте тиімді. Яғни физиотерапиялық ем буындағы ауырсынуды тез арада жояды және шеміршектердің бұзылуына жол бермейді, оның қалпына келуін жылдамдатады. Физиотерапиялық шаралардың көмегімен дәрі-дәрмектер тері арқылы зақымданған буын аймағына тікелей енгізіледі. Көбінде артроз кезінде электрофорез, магнитотерапия, ультрадыбыстық терапия сияқты процедуралар тағайындалады. Қандай емдеу түрі қажет екенін және терапия курсының ұзақтығын физиотерапевт дәрігер буындардың зақымдану дәрежесін, науқастың жасы мен қатар жүретін ауруларын ескере отырып тағайындайды. Сонымен қатар артроздың емінде стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тағайындалады. Бұл препараттар қабынуды азайтып, ауырсынуды басады. Келесі кезекте хондропротекторлар тағайындалады. Олар шеміршектің құрылымын қалпына келтіру үшін қолданылады. Және де жақпа майлар тағайындалады. Осы айтылған медикаментозды емдерді травматолог, ортопед немесе ревматолог әрбір пациентке индивидуалды түрде тағайындайды. Емдік гимнастикада нәтижелі терапиялық емнің құрамдас бөлігі болып саналады. Яғни емдік жаттығулар бұлшық еттерді нығайтып, қан айналымды жақсартады және буындардың жоғалған икемділігін қалпына келтіреді. Буынға жүктемені біртіндеп арттыра отырып, жаттығу терапиясымен үнемі айналысу керек. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз.